Қанай тыңдармандарына жақсы жаңалықтар ұсынуда. Біріншіден, жақында әншінің кезекті бейнебаяны жарыққа шығады. Мыңмен трегіне таспаланған бейнеклипке қатысты сіздерді көп қызық күтуде. Оған қоса Нұрболат үнтаспа дайындауда. Негізі альбом 6 өлеңнен тұрады. Мини альбом деп айта алмаймын, өйткені қазіргі заманда мини альбом деп есептелмейді қазіргі уақытта. Бұйырса, үшінші өлең мана үндеме дейтін өлең шыққаннан кейін, после этого тағы 3 өлең бар. Оны пока айтпаймын. Альбомның бір тұтас концепциясы, мен қазір өзім официально бойдақпын ғой. Болашақ қызыма арнаған альбом. Альбомның аты «Мадам» деп аталады. Олай болса, «Мадам» келесі жылы жарыққа шығады. Ал оның ішіндегі белгілі әндерге қосымша ақпарат қабыл алыңыздар. Альбомның бірінші өлеңі шықты «Ол анау» деген. Екінші өлеңі «Мыңмен», үшінші өлең «Үндеме» деп айталады. Үндеме дейтін ол манағы жас қыз бен жас жігіттің арасындағы манағы сезім қырылып қалу, кекілжіңдер туралы үндеме деп аталады. Үндеме, ашуым келген кезде маған сөйлеме, тыныш отыр құйрығыңды қысып сен дейтін трек. Бұл жолдан кейін жаман ойлап қалмаңыздар. Оған қатысты Қанайдың түсініктемесі бар. Бұл жерде мен қыздың дәрежесін түсіру мәселесін айтқан жоқпын. Бұл жерде қыз бен жігіттің бір-біріне ашық сөзін мойын жеткізіп, татуласу мәселесінде жазылған трек. Бұл қызықты бір трекке бейнебаянда шығып қалуы мүмкін. Сол үшін белсенділік көрсетуді ұмытпаңыздар. Айта кетейік, Қанай тыңдармандарын тағы бір тамаша жаңалықпен қуантады. Үнтаспаның релизінен кейін әнші халықтың назарына көптеген фиттер ұсынады. Бір фит жайлы Қанай Инстаграм парақшасына спойлер жүктеді. Гакку ТВ Эйзимен ән жазайын деп жатқанымды шығармаңдар. Кешіріңіз, шығаруға тура келеді. Өзіңіз бастадыңыз ғой. Коллаборация кетеді. Коллаборация мен 20 адаммен жазама деп отырмын. Қазіргі, Ол хит адам болсын, хит адам болмасын, главный менің жүрегіме жақын адаммен жазам. Қызық. Айтпақшы, Нұрболат фиттеріне әртүрлі артистік топтардың өкілдерін жинап алды. Дуэттер аман болсын. Сізде танитын әншілерден Шиза, Зируза, тақым бар. Той бизнестен Азия тобы, Қайрат Нұртас, көп негізі. Дархан Жүз деген сияқты көп ән, Эйзи. Енді Эйзимен ортақ әніңіз туралы бәрі біледі. Эйзимен недавно мен басын бастық қойғанбыз, өтірік айтпай қойын. Данный момент Эйзимен жазып баставатым. Эйзиның өзіне ескерткем, после альбомнан кейін коллаборация жазамыз. Пока жазып қойық, ұстап тұрайық деген сияқты бір өзім ескерткем болған. Чисто рэп болады, өзінің рэпі. И мен как бір сөзім айтқанда, тамада сияқты болам. Оны типа таныстырып, саундтрекске, лалалендске ән болады. And I feel alone, and I see the fall of me деген сияқты. Жарайды, олай болса күтеміз. Ал хитмейкердің жуырда шығатын Мыңмен бейнебаяны жайлы көбірек білгілеріңіз келсе, Гакку арнасы қосулы болсын.